Қазэнерджи Еуразиялық форумының екінші күні. Қауіпсіз атом энергиясы мен жаңа қуат көздері мәселесі кең талқыланды. Қазақ елі атом энергиясын, балама қуат көздерін және дәстүрлі жылу электр қуатын дамытуға мүдделі. Премьер-министрдің орынбасары, индустрия және жаңа технологиялар министрі Әсет Исекештің айтуынша, 2015 жылға қарай елімізде 100 миллиард киловатт сағатты құрайтын электр қуат өндіріледі. Бұл энергия 500-ге тарта зауытты жарықпен қамтамасыз ете алады. Бағдарламаға 5 миллиард ақш доллар көлемде қаражат қарастырылған. Бүгін атом энергиясы да талқыланды. Атом станциясы керек пе деген сұрақ шетелдік және отандық сарапшыларды көп дауластырды. Кейбір мамандардың айтуынша, атом энергиясы өте қауіпті, әрі зиянды. Бұл электр энергиясы тұтынушыларға арзан тигенімен, табиғатқа және адамзаттың өзіне өте қауіпті. Бүгін Украинаның Чернобыль мен Жапонияның Фукусимасы куә. Сондықтан Европа елдері жапа-тармағай атом электр станцияларын жауып жатыр. Ал кейбір сарапшылар тәуекелге бел буып, арзан қуат өндіретін атом электр станциясын салу керек деген пікірде. Менің ойымша ол әрине салыну керек. Неге десе, біз өзіміз дүние жүзінде ең бірінші атом уран шығаратын біздің елімізде. Бірінші ол технология әрине әкеледі. Жалпы жоспарланып отыр, бұл кеше айтылып кетті, болатынын ол әлі зерттеуде. Осы форумға келген 20-ға тарта шетелдік журналистермен бүгін мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев және Самұрық-қазына қорының басқарма төрағасы Тимур Құлыбаев кездесті. Шетелдік тілшілерді жас мемлекет Қазақстанның жетістіктері қызықтырды. Олар сондай-ақ біздің елдегі инвестициялық климат жағдайын, мұнай мен газ экспортын және ұлттық компания акцияларының халыққа да сатылатынын сұрап білді. Бұл бағдарламаның мақсаты біздің ел азаматтарын нарық қорына кеңінен қатыстыру. Осының арқасында қазақ халқы тұрақты даму жолына түскен ұлттық компаниялардың акциясын сатып ала алады. Яғни халық құнды қағаздар саудасына қатысып ақша табатын болады. Әрине, біз алдымен халықтың бұл нарықтағы сауатын арттыруымыз керек. Ұлттық банк осы бағытта жұмыс істеп жатыр.